Вице-премьер Байбазаров Нұрлан Серікұлына. Осы биылғы жылы өкімет парламенттің қатысуынсыз бюджетке 9 түзету енгізді. Енді парламенттің қатысуынсыз бюджетке өзгеріс енгізу деген ол президент Тоқаевтың қоғамдық бақылау концепциясына сәйкес келмейді. Депутат жоқ, өздеріңіз қожа, өздеріңіз би, рахат деген сияқты. Енді міне сол өзгерістердің аясында бір бағдарламаға бірнеше рет өзгерістер енгізілген. Және ең негізгісі түзетулер арқылы ағымдағы жылдағы және көптеген шығындар қайтадан қаралған. Енді сұрақ, мынау сол өзгерістерде ағымдағы жыл қандай шығындар қысқарды, олардың қаншасы инвестициялық жобаларды іске асырумен байланысты, және ең негізгісі, ертең осы қысқарған бағдарламаларды сіздер бюджетке қайтадан алып келіп, депутаттарға осын қайтадан бюджетке кіргіз деп өтініш жасамайсыздар ма? Рахмет. Нұрлан Серікұлы. Бұл сұраққа келетін болсақ, енді ол үкіметтің құзыретіндегі сұрақ, бюджет заңнамасы бойынша биыл енді 9 емес 10 рет түзетілді бюджет. Осы жақында біз тағы да түзету енгіздік. Соның есебінен біз 375 миллиардтан астам теңгені қайтадан қалып құрылымын өзгертіп, ең біріншіден бұл жаңа экономикалық өсімге байланысты бағыттарға бұны жібердік. Енді қазіргі бюджет заңнамасында бұл құзырет бар ғой бізде. Енді осы жаңа бюджет кодексіне біздің парламент алдында есептілігіміз көрсетілген. Яғни біз қандай да бір түзету енгізетін болсақ, 5 күннің ішінде сіздердің алдарыңызға келіп, соны баяндап, не үшін қайда жұмсалып жатқанын айта кету керек. Ал егер жаңағы қайда кетті, не үшін жасалды деген сұраққа келетін болсақ, ең алдымен енді ол мемлекет басшысының осы көктемде болған су тасқынына байланысты, өздеріңіз білесіздер, тапсырмасы болды. Бюджеттің шығыстарын үнемдеп, оны тек қана жаңағы су тасқынынан болған салдарды жоюға, экономиканың өсуіне байланысты тапсырылған болатын жұмсауға. Сондықтан біз барлық жаңағы өнімсіз шығындарды біздің ойымызша жаңағы іс-сапарға байланысты әртүрлі форумдарды, өздеріңіз білесіздер, біз биыл жоспарланған қайтадан қарадық. Сонымен қатар біраз жобаларға да, инвестициялық жобаларға, оның ішінде жаңағы құжаттарға өзгеріс енгізіп жатқан жобаларды қайтадан қарадық. Бірақ мен айтып кетейін дегенім қандай, мысалы, осының арқасында біз биыл ауыл шаруашылығын 3 есе қаржыландыруды ұлғайтуға мүмкіндік алдық. Сонымен қатар жаңағы тұрғын үйге байланысты сұрақтарды, тұрғындарды газбен қамтамасыз ету байланысты сұрақтарға да қосымша, мысалы, 100 миллиард теңге бөлуге бізге мүмкіндік пайда болды. Сондықтан да бұл үнемделген қаржы сол тек қана біріншіден халықтың тұрмысын жақсартуға, екіншіден жаңа экономикалық өсімді ынталандыруға бағытталды.